Ассалаумалейкум, барлықтарыңа. Мен Абдыманов Мейірхан Сапағұлы, қоғам белсендісінің бірі боламын. Қоғам қайраткері десе де болады. Маған бір топ белсенділер бір тапсырма беріп еді. 5 адам ба сондай сізге арыз беріпті. АЭС-ке қарсы Алматыда митинг өткізу. 3 алаңның кез келген соған рұқсат бере ма? Осы жойында сіздің пікіріңізді білгісі келеді. Қазір бір ауыз аяқтай салайын. Осыдан туындайтын тағы бір сұрақ өзі соған байланысты. Біз неге мысалға сіз соларға рұқсат беру, бермеу, оны заңды, заңсыз деп жариялайтын сіздің қандай хақыңыз бар, мысалы құқыңыз? Мысалға ол конституция, сіздің қаулы шығарасыз. Митинг өтсе, ол заңсыз митингі деп. Ол конституцияға қайшы, ол халықаралық конвенцияға қайшы, адам құқы жөніндегі. Бұл сіздің құзырыңызда жоқ. Заң қызметкерлерінің ісіне араласып, соларға нұсқау бересіз. Полиция сіздің сол қаулыңыздың негізінде біздердің үстімізден әкімшілік іс қозғайды. Айыппұл салады, немесе 15-25 суткаға дейін қамайды. Ал сіздің ондай қаулы шығаруға хақыңыз жоқ. Осы жайын бұл бойынша сізді әуелі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша 450, 361, 362, 363 және 369 бабы бойынша сіз қылмысқа тартылуыңыз мүмкін. Соны сіз білесіз бе? Ол жайлы не айтасыз? Соңғы бір ғана сөз. Осы сәуірдегі, апрельдегі митингі үшін микрофонды қосып жіберіңіз. Айта беріңіз. Сәуірдегі 9 сәуірдегі митинг, 1 сәуірдегі жиналыс үшін маған 2 рет айыппұл салынды. Ол негізінде сіздің қаулыға байланысты. Ал ең бастысы кеше 2 рет менің каспиіме шектеу қойылып отыр. Арест былайша айтқанда. Біріншісін ұстап қалды. Бірақ енді бәрі заң бойынша қандай маған мүмкіншілік бар, жоқ па дегенде, оны сіз енді ойласаңыз, жаңа айтып отырдыңыз ғой, статьялардың көбін айтып бердіңіз. Бірақ енді сотқа барып, әкімшілік дұрыс деп жатыр ма, дұрыс емес, оны сіздің өзіңіздің парызыңыз, ондай қағаздармен, құжаттармен кіруге болады. Басқа жұмысты заң бойынша бәрін істеп жатырмыз, басқа өзгерістер болмайды. Бірақ енді заңға өзгерістер болса, ал конституция айтып отырсыз, енді осы жылдан бастап өзіңіз білесіз, конституциялық сот бар. Соның ішіне өзіңіз арызыңызды жазып, осындай бар ма, жоқ па деп жүрмесе, ондай мүмкіншілік сізде ашылды. Бірақ онда не болғаннан кейін, сол заң бойынша бәрін дұрыстап істейік. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Рұқсат берейік. Оны заң бойынша бәрін не болған, сосын шешімі болса, жаңа административный штраф басқа не болғаннан кейін, оны біз өзін салып жатқан жоқпыз ғой, енді соттың шешімімен не отыр ғой. Оған қарағанда сіз енді келіспесеңіз, онда кассация, апелляцияңыз бар, басқасы қағаздарды өткізуге болады бізге. Рахмет аға. Рахмет аға. Бірінші микрофон.